Тамашыңызды? Сахит? Әлі 2 сабақ бар екен ғой? Алға мен физикаға қатысқым келіп тұрған жоқ. Может, қаш кетеміз? Не? Сен мені тыңдап тұрсың ба? Ау, айта бер. Бәсе, тыңдамай отыр екенсің ғой. Айта бер, сен тыңдап тұрмын ғой. Соңғы 2 сабақтан қашып кетейік, ішім пысып кетті деймін. Қош. Олай жасауға болмайды. Мұғалім ұрсады ғой. Ұрса берсін. Или тағы 2 сағат отырғың келіп тұр ма? Отырғым келіп тұрған жоқ, бірақ олай жасауға болмайды деймін. Қызықсыз екенсің. Осындай қорқақтығың үшін сенен қыздар жүрмейді. Мен қорқақ емес пе? Қорқақсың. Айым? Қош болды, сөйлеспеймін. Қорықпасам, мен ұнататын қыздар менімен жүреді ме? Я. Жүр. Қайда? Жүр деймін. Сахит? Жындысың ба? Енді өзің ғой қашақ деген. Енді айтып қоймайсың ба, мен күтпедім ғой. Көрдің ба? Қорқақ емес бір. Қорқақ деген үшін қаш кеттің ба? Я? Ой, маған деген мотивациядан курс беру керек екен ғой. Болды, қазір мұғалімдер көріп қояды. Қаштық. Сахит! Ақмақтық жасама, таста қолында. Жақындамаңдар. Артық қимыл жасасаңдар, мектепті өртеп жіберем. Сахит, кел сөйлесейікші. Сөйлеспейм сендермен. Полицейский Қайрат ағай келсін. Сонымен ғана сөйлесем. Қазір келеді, я. Сахит, тасташ қолындағы. Тез болсын, 5 минутта келмесе өртеп жіберем. Ерсін, балаларға ие бол. Сахит! Қозғалмаңыз. Болды. Тормын. Кел, Сахит, сөйлесейік. Не үшін өртемекшісің мектепті? Айымның өліміне мұна мектеп кінәлі. Мен сені жақсы түсінем. Сендердің жақын дос болғандарыңды білем. Бірақ сен мектеп тұрмақ мына дүниені өртеп жіберсең де айым қайтып келмейді. Егер мектепті өртеп жіберсем, айымның жағдайы енді қайталанбайды. Мектеп ол жай ғана ғимарат. Ал өртеп жібересің түк қалмайды. Одан түк те өзгермейді. Сонда бәрі осылай қала береді ма? Айымның кеткеніне 1 аптада болған жоқ. Олар мектепті қалай бітіру керек екенін ақылдасып жүр. Сахит, ол өмірдің заңы. Сен түсінші, айналайын. Кез келгеніміз кетсек те солай болатын еді. Жоқ, олай болмайды. Сен өзің ойлаш. Айым тірі болса, сенің осылай істегеніңді қалар ма еді? Сен менен ұзақ дайындалдың ғой? Не болды сонша сызылып? Енді мен сен секілді бірден ояна салып әдем болып кете алмаймын ғой. Түріңді ретке келтіру үшін сәл уақыт керек. Қазір сабаққа кешігеміз, басталайын деп қалдым. Қорықпа, үлгереміз. Әлде бармай-ақ қоямыз ба? Мә, алдында 2 сабақ қашып кеткеніміз аз ба? Жүр кеттік. Ол сабақты ұнататын әлемдегі жалғыз ұл бала сен шығарсың. Ұнатпаймын мен. Мені бір оқымысты көрмеңдерші. Енді оқымыстысың ғой, өтірік па? Жоқ. Мысалға бар ғой. Мен сабаққа дайын болмаған күндері мектеп өртеніп кетсе екен, шіркін, сабақ болмаса екен деп армандаймын. Сенде сондай ойлар бола ма? Жоқ, мен есім дұрыс еді негізі. Ой, саған ештеңе айтуға болмайды.
рахмет жүр. Сахит бол, тасташы анда. Қозғалмаңыз. Сахит, кино ойнап болды қой дейім. Қоймаймын. Қоймасаң өрте ал. Өрте бәрін. Мектептің барлығын қамауға алыңыз. Сол кезде өртемеймін. Кімді қамауға алайын, айтшы нақты. Барлығын. Оқушыларды, директорды, мұғалімдерді. Ал жарайды, бәрін қамайын апарып. Сонда шешіле ме? Білмеймін, бірақ Айым кеткеніне 10 күнде болған жоқ. Ал бұлар серуендейді, қыдырады, тойлайды. Бұл әділ емес қой. Ақиқат қайда? Сахит, тыңдашы мен. Мына бізде бұл өмірді не дейді? Жалған дейді. Жалған өтірік өмірден ақиқат іздеп жүрсең, сен ақымақ екенсің. Мен ең жақын адамымнан айырылдым. Сіз мені түсінеді ма десем? Сахит, мен жақсылап тыңдашы. Менің мына сенімен жасты. Айыммен жасты қызым болған. Ол да өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Мына сені мен секілді түсінетін адам жоқ, ұқтың ба? Оның да неден қайтқан мен анықтай алмадым. Мен де мына бүкіл дүниені өртеп жібергім келді, бірақ ол шешім емес, ұқтың ба? Шешімі не сонда? Білмеймін. Шешімі олар тірі болған кезде болған шығар. Оларды уақытында тыңдау керек пе еді? Оларға көңіл бөлу керек пе еді? Айтқандарын есту керек пе еді? Егер солардың барлығын уақытылы жасағанда осы жағдайға жетпейтін едік, ұқтың ба? Сурет салады. Маған үйренуі керек. Күшті қой сурет саған, Не? Мен де көп сала алмаймын. Енді үйреніп бастадым. Қашан андай сұрақ саған? Қандай сұрақ? Бір жыл жуынбайсың дейді, или $1 миллион, қайсынан келсін? $1 миллион ғой. Дәптерің 3 күннен кейін берем. $1 миллион. 3 күннен кейін берсейші дәптерін. Жоқ, мен өтірік айтсам, көтет 3 күннен. Айтпақ, несі этаж секіресің, 5-ші этаждан, или $1 миллион, қайсынан келсін? $1 миллион. Сәлеметсіңдер ме? Отыра беріңдер. Танысып қойыңдар. Бұл Айым, сендердің жаңа сыныптастарың. Айымды жылы қабылдап, көмектесіп жіберіңдер, жарай ма? Жақсы. Жан сайын жаңа отыра. Қалайсың, Айым? Айым біздің сынып өте үйімшіл, сені бірден қабылдайды, уайымдама. Ал сабағымызды бастаймыз. Тыныш. 175-ші бетті ашыңдар. Тұрсынбек. Айым, сен қай мектепте оқыдың? 44-ші мектепте. Мешіт жақтағы ғой, Иә. Көзіңді алмайсың ғой? Ғашық болып қалғансың ба не? Жоқ. Ғашық болып қалдың ғой сен? Ғашық болып қалыпты. Құмаш қайда ғашық болған? Мойындай сал, не болды? Молодец, жап-жақсыз үй. Байқаш бірақ та. Жігіті бар болып шығып, пакет ашылмаған су жаңа жүрегің жараланған ба? Құмаш. Айым деген осы ма? Иә. Нормально екен негізі. Молодец, вкусың жақсы екен, базар жоқ. Әдемі, е? Әдем. Енді артынан жүгір енді біраз. Қалмай, мен сияқты болсашы. Менен үйрен, мысалы, үйретемін. Ой, сенен не үйренем? Мен біраз нәрсе білемін, бауырым. Мен қыздармен білесің ғой, Камила бар, сосын. Камила жетпей ма саған? Болды, сол бар. Құмаш, Камила саған қарап жүрген жоқ қой. Қой, бауырым. Жақсы, кеттім мен. Сүйінші сұрақ айтайын, Дамирлан. Құмаш, айтпашы, Тұрсынбек, айтпашы. Айтамын, жылды ғой. Тұрсынбек, сап салып берем, Тұрсынбек. Қой, кел. Тұрсынбек, айтпаш. Міне, мен отырам. Отырып сөйлесейік, Сахит. Сен де отырсаңшы. Отырмай. Өкінішке қарай, мен сенің өтінішіңді орындай алмаймын. Бәрін тұтқындау, бәрін қамау мүмкін емес. Сонда барлығын осылай қалдыра бересіз ба? Айымды бірі суицидке итермелеген білесіз ғой. Иә, білем.
Енді неге таппайсыз? Іздеп жатырмыз ғой, Сахит, іздеп жатырмыз. Білесіз ғой ол осы мектеп екенін. Сахит, жалғыз мектеп кінәлі емес қой, оны сен де, мен де жақсы білеміз. Сен білесің ба? Сен маған көмектесе аласың. Бірақ мына мектепті өртейім деген әрекетіңмен Айымның өліміне кінәлі адам таба алмайсың. Қайта бұл ісің үшін жазаға тартылып ертең түрмеге кетесің, соны ойла. Айымсыз онсыз да өзімді түрмедегідей сезініп жүрмін. Мектеп өртенсе, барлығы тынышталар. Сен Айымды ұнатып па едің? Оны неше сұрадыңыз? Жай, әңгіме болсын деп. Жауап бермесең де болады. Бірақ ұнатып па едің? Жоқ. Мен оған ғашық болдым. Сахит. Сахит. Қай нұсқа? Сахитқа берші. Бақылауда сенен көшірмесем де 4 алады екенмін ғой. Мен қайдан білейін, дұрыс жаздың ба десем? Бәсе ойлап қоям. Мына есептің жауабы осындай еді деп. Ай, болды, қойшы, адамды жалдырта бермейін. Ок, қойдым. Сен қай жақта тұрасың? Бірінші микрорайонда. Қойш? Иә. Екеуміз көрші екенбіз ғой. Сабаққа енді бірге барып, бірге қайтайық та. Айтсам болды, бірақ біз күнде осы жолмен қайтып, осы жолмен келіп жүрміз ғой. Мен сені байқамаппын. Тек етпейді, мені көбісі байқамайды. Жалпы біздің мектеп ұнап жатыр ма? Иә, жақсы екен. Бірақ директордың түрі мейірімді көрінгенмен сәл қаталдау сияқты, иә? Жарайды, мен ары қарай өзім бара берейін. Жақсы. Сен ана жақта тұрмайтын бедің. Иә. Сен қайдан білесің? Әлде мені аңдып жүрсің ба? Жоқ. Күнде көрем ғой, сол жақтан өтіп жатқанымды. Жарайды, ойнап айтам. Онда ертең мектепке бірге барайық. Жақсы ма? Жақсы, келістік. 8-ге 15 минут қалғанда осы жерде кездесеміз. Кешікпей мен күткенді ұнатпаймын. Қап болады. Егер кешіксең, келесі жолы бақылауда көмектеспей қоямын. Мен көмегімді 4 аласың. 7:30-да кел болам. Жарайды, сау бол. Сау бол. Мен оның күнде қасында болдым. Мектептегі ең жақын адамы болдым. Сағит, оны бәріміз білеміз. Бірақ сен түсінші, мұна әрекетің еш нәрсеге көмектеспейді. Көмектеспесе көмектеспесін. Мектепті өртесем болды. Мектепті өртесем, Айым ұмытылады дейсің ғой. Иә.